Атырауда көшеде тұрған көлікті иттер қиратып кетті. Оқиғаның анығын айтайық. Автотұрақта тұрған көлікті әлдекімдер қиратып кеткен. Көліктің иесі алғашында осындай ойда болғаны анық. Алайда бейнебақылау камерасынан қараған кезде есі шыға жаздады. Көлікті адамдар емес, иттер қиратып тастаған болып шықты. Екі ит жаңа көлікті айналшықтап жүріп, алдыңғы бөлігін тіспен тартқылап, парша-паршасын шығарған. Салпан құлақтар автокөліктің астына тығылып қалған мысықты ұстағысы келген екен. Атырау полиция департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, бұл дерек 10 мамырда сағат 11:44-те тіркелген. Енді көлік иесі жергілікті билік органдарымен соттасқалы отыр. Иттер иесіз екені белгілі болды.